Жігіттер, алғашқы секіріс қанша дегенмен басқаша әсер қалдырды. Сен аспанда, жер алыста, бетіңе жел өттір, қарап тұрсаң тамаша екен ғой. Иә. Старшина мырза мені ұшақтан лақтырып жібергенде жүрегім жарылып қорқып кетті мен. Анда қорыққаннан көзімді жұмып алып айғайлап келем. Көзімді ашсам, тамаша дүниені көріп, қорқынышты мүлдем ұмытып кеттім. Сендерге жақсы болды. Ал мен өзімдікін қалай секіргенді ойлағым да келмейді. Неге? Капитан айғайлаған кезде не істеп не қойғанымды білмеймін. Bir қарасам, ау, жақы лақтыр. Қош, бастысы секірдің ба? Ал қайда түскенің маңызды емес. Онда болып тұрады. Аға сержант мырза, тура осымен. Мұндай оқиғалар әр адамның басына болып тұрады дейді. Бірақ десантшы қателеспеу керек. Қатың сүйшер мүмкін, Ғамжан, осы сен секіргеннен әсер алдың ба? Әрине алдым. Бірақ бар ғой, басқа бір жаққа лаңқып кеткенім жақсы болды. Бір шал мен кемпір ет жеп отқан жерің тура үстіне. Ой, рахат-ай, тойдым. Құдай сақтап, азық-түлік қоймасының үстіне түспегесің әйтпесе, шәрім сені әлі таппай жүрер еді. Жаңа ғана тасладым ғой? Жігіттер, оқу үйрету жаттығу қашан басталады енді? Ой, қойшы сен де. Күннің ыстығында автомат тасып алып, тағы жүгірмекшісің бе? Казармада еден жуғанша, полигонда қар ұстап жүрген 1000 есе артық. Әйелімнің аяғы ауыр болғанда талай еден жуғам. Енді жетер. Саламатсыңдар ма? Десантшылар! Сол тілейміз, аға сержант мырза! Байқайым іштерің пысқан сияқты ғой, Қайратқыр әскерлерінде ерігуге болмайды, солай емес пе? Дәл солай. Ендеше жауынгерлер, ертең сендерге лаңкестік топ тұтқынға алған транспорттық көліктен адамдарды құтқару тақырыбында жаңа оқу жаттығу сабақтары басталады. Бақыттысыңдар ма десантшылар? Дәл солай. Ол оқу жаттығуларында бөлімше командирі болып Талғат Нияз тағайындалады. Құп болады, аға сержант мырза. Ал қалған толық мәліметтерді таңғы сапталасыңдар. Сұрақтарың бар ма? Жоқ, бар, аға сержант мырза. Иә? Меніңше бөлімше командирі қатардағы Нияз емес. Мен болуым керек сияқты. Ал сен, Байжан, оның орынбасары боласың. Аға сержант мырза, қатардағы Нияз онсында бірінші тапсырманы орындай алмады ғой. Қатардағы жауынгер Нияз өз қателігін түзетуге мүмкіндік алды. Ал сен өз орныңды біл. Әскерде бұйрық талқыланбайды. Орындалады. Түсінікті ме? Дәл солай. Олай болса, жалғастырыңдар. Болады. Старшинаға жақсы көріңге кетті ма? Мен өзімді емес, мына жігіттерді уайымдап тұрмын. Сенің кесірінен тағы да масқара болатын жайымыз жоқ. Сонда сен кез келген соғыстан алып шығатын арамыздағы мықты командирмін деп санайсың өзіңді? Мен командир болғанда тапсырманы мүлтіксіз орындаған. Ал сен болсаң, оны орындамақ түгілі түсінгенде жоқсың, Талғат. Сенің қандай жолмен командир болғаныңды бәрі біледі. Сенің әкең капитан Шәріптің тамағын майлап қойған. Не деп тұрсың сен, Мен екінші қайтып шолма маған, түсінің бе? Осында әкеңе жеткізбекшісің ба? Не деп тұрсың сен, Кешкі тексеруге дайындалыңдар. Нарим, сен айтшы өз, тамағың жейсің бе, жемейсің бе? Мә, же. Рахмет.
Тәке, көңіл күйіңіз жоқ қой. Ең болмаса командир болғанымызға риза емессіз бе? Ризам, жігіттер, бүгін ана есі осы лаңкестердің әбден жазасын берейікші, а? Бәріміз бірігіп. Білмеймін, жігіттер. Мен бұған біртүрлі күдіктенем. Күдіктенбе. Десантқа күдік деген жат нәрсе. Сен сана Лондон туралы ертегінде өзің құрастырып, осы десантураға әкең күшімен келгенсің ау деймін. Солай ма? Не дедің? Не дедің сен? Қанекей, бәрің орындарына тұрыңдар! Қатардағы Байжан, не болып жатыр мұнда? Аға сержант мырза, біз сабақ алдында қозғалу жаттығуларын жасап жатырмыз. Сайын, мен сені сұрап тұрғаным жоқ. Байжан, жауап бер. Дәл солай, аға сержант мырза. Біз жаттығып жатырмыз. Не? Бұл сендерге жаттығатын орын ба не? А? Бұл асхана, тамақ ішетін орын. Байжан, сен үшін тамақ ішетін уақыт аяқталды. Бар, басқа жерде дайындал. Бар! Қоп болады. Отырыңдар. Жалғастырыңдар. Жылдамырақ. Қоп болады. Неге өмір сүріп кесіп жүрсің? Өзі біледі оны. Тағат, Әлихан тамағын беріп жүр. Ол бол ғой. Бүгін таңдаш үшін осы да жетер. Бүгін жаттығу сабақтар емес пе? Маған аш қалуға болмайды. Жаттығу кезінде қарным ашса, жаттығу әдірем қалады. Қиын болған екен. Онда мен кімде же? Жаттығуды аяқтай алмай, масқара болып жүрсең, шайға да қанаға. Рахмет аға. Ғамжан? Осы тамақ сенің қай жеріңе сият? Білмеймін. Осы менің асқазаным атқы сияқты кейін өйдім. Ас ішетін уақыт аяқталды. Орындардан тұрыңдар. Ыдыс аяқтарын көпірсіңдер. Жігіттер, мен тұра алмайды сияқтымын. Кешіріңіз, кіруге рұқсат па? Бізде науқас бар. Кіріңдер. Болған не болды? Бұлай, басын бұлай жатқызыңдар. Не болды бұған? Саған сонша ботқа же деген біреу бар менді. Ей, не болды дейін бұған? Өзім жылқымын деп санам. Тұрып табақ болтқан жеп алды, енді өздігінен қимылдай алмайды. Тұра алмаймын. Ішім ауырып. Сайын, Нияз, неге енді сонша көп тамақ жегізесіңдер бұған? Жегізгенім бар ғой. Аузына тақпыр дейсіз бе? Өзі жаттығу кезінде қарным ашады деп сонша тықты. Қандай жаттығың? Бүгін үйретіп жаттығулар ғой Медбике ханым. Сол қарным аш қалмасын деп қосымша тамақты ұрып алды. Не деген ақымақтық. Ақымақтық емес. Мен Талғат ұятқа қалдырғым келмейді. Нияз, не деп тұр мынау? Түсінсем бермесін? Бүгін үйрету сабақтарында взвод командир болып тағайындалған тәкең. Соны айтып жатыр. Оған қандай деймін? Реабилитация. Содан өту керек болған. Ал мен оның жаттығудан құлап қалғанын қаламадым. Мен ойлап жүрмін. Жарайды, түсінікті. Екеуің боссыңдар, бара беріңдер. Кете берейік па? Енді оған не болады енді? Ештеңе де болмайды, қазір асқазан жуамыз. Бәрі жақсы болады. Сіз
Бүгін біздің оқу жаттығуымыздың барысын көру үшін келесіз бе? Көріп болған. Енді бізге жанкүйер болып келіңізші. Ешім жағын кәз. Барыңыз енді, кедергі жасамаңыз. Белбеке ханым, мені бүгін тезірек емдеңізші. Маған сабақ хабар беріп қой. Қайдағы сабақ, Сарбаз? Өзің әлі тұра да алмайсың ғой. Мен өтініш тезірек емдеңізші. Сабаққа баруым керек қой. Жарайды, дұрыс көрейін. Қуанышқа орай жағдайың аса ауыр емес. Уайымдама, бәрі жақсы ғой. Кетті ба? Өзің қарашы. Есіңі көрінбейді. Жанболат, сен бұлардың ертеңгі жаттығуға деген іс-әрекет жоспарын бүгін жасайтын қайдан білдің? Таңертең ертеңгі жаттығудың жоспары жайлы ақылдасамыз, бәрін казармаға жиналыңдар деп Қаршығаның берікке айтып жатқан жерінен естіп қалды. Дәл солай айтты ма? Жö, ол ақымақтардың әлсіз және тез ұсталатын жағын білеміз де, қолға түсіреміз деп. Әй, білмеймін. Бұл маған бір түрлі болып көрініп тұр. Ұнамайды маған. Не таңғалатын бар оны? Жанболат, бұл негізі құпия болу керек еді. Қазақ Қаршыға бұның бәрін елге естіртіп не қып айтты екені? Ол жай ақымақтық жасап, ақымақ қой, ақымақ. Ойланбастан барлық жоспарын жая салды. Білмеймін, бәрібір маған ұнап тұрған жоқ. Не болды саған, қызықса бұнап тұрған жоқ? Айтып отырмын ғой, олар ақымақ. Сондықтан да бүкіл жоспарларын бізге айта салды. Әй, қойшы. Не істеп жатсың? Ұсталамыз ғой, инсан болады. Ана жерде ешкім жоқ. Қалай жоқ? А? Қайданлар? Тұрсыңдар аналар. Айттым ғой мен саған бұларды ақымақтарды. Біздің жоспарымызды орындауға өздері-ақ кетті. Тұзаққа түсіп қалатынымызды біліп едім. Білсең неге келдің? Жігіттер, сендер мұнда не қылып жүрсіңдер? Сендерді ақымақтарды күтіп отырмыз. Сендер байланысқың келіп тұр ма? Бәлкім әдептілікке үйрету керек шығарсың. Ей, Сарбаз, сен шынымен де өйстіп айтып тұрсың ба? Ой, қандай қорқынышты. Ей, Жанболат, мен сенің ашулы түрін көрмеппін. Адамды күлдіре алады екенсің. Маймылды көрсетіп жүрші. Ой, оны несін көрсетеді дейсің? Өзі-ақ маймыл емес. Өзіңе қарап ал, қапшағайдың орангутан. Қаршы, осыма тұтатайын. Жоламай. Мынаны қара, дос қызы да ашулы қомнан. Сөз доғыр шықта. Жігіттер, жібердер айтсы қаттеп Тепкілей деген. Тепкілесін Сарбаз. Оның кәсінде біз жер қоймаға барып, қамап тастаймыз. Жігіттер бұлардың әдетсіз қой. Өкінішке орай, соғыста барлық тәсілдер тиімді. Есі менің қолымда.
Шынында сарбаз. Орын не? Саған не керек? Тоқта. Бер, өзі, ұстама, бер. Сіңір шығар. Сен де қойма отырын кеп тұр ғой деп. Жерде не болып жатыр? Қолыңыз тәсілдер жеткізіп жатырмыз, аға лейтенант мырза. Сендер не? Мені ақымақ деп тұрсыңдар ма? Жоқ, аға лейтенант мырза. Сабақтан кейін маған келіп кетіңдер. Түсініктеме жазасыңдар. Не істейтінін сосын шешеміз. Ал қазір тез арада жаттығуға дайындалыңдар. Қап қалады. Тұсқындарына қарашы. Аға сержант Қожахмет келді ме? Кірсін. Рұқсат па? Кел. Подполковник мырза, аға сержант Қожахмет сіздің шақыртуыңыз бойынша келіп тұр. Отыр. Рахмет. Ал, айта беріңіз. Жауынгерлер үйрету сабағына дайын ба? Бәрі дайын. Взвод командирі болып Талғат Нияз, ал оның орынбасары қатардағы жауынгер Алихан Байжан тағайындалды. Талғат Нияз негізі жаман жігіт емес. Осы жолы өзін түгелдей танытып шығу керек. Наполеон Бонапарттың айтқан сөзі бар еді. Арыстандарды басқарған қорқауға қарағанда, қорқауларды басқарған арыстан артығырақ деп. Сынап көретін кез жетті. Талғатымыз арыстан ба жоқ әлде қорқау ма? Дәл солай. Бүгін бәрі түсінікті болады. Шай ішкің келе ме? Жоқ, рахмет. Айтпақшы, анау лаңкестердің жайы не болып жатыр? Азаматтық көлікті тұтқындайтын лаңкестер біздің Еділ, Қаршыға, Ермек және Талғат болады. Ал тұтқындарға келетін болсақ, шындыққа жақын болу үшін монша қызметкерлері және балалары мен асхана қызметкерлері тағайындалды. Жаман емес. Жақсы. Балалар мен моншашыларды жақсы ойлап тапқансыңдар. Бірақ есіңде болсын. Біздің арамызда жаңадан қосылған жас жауынгерлер бар. Шабуылдау кезінде балаларға зиян тиіп жүрмесін. Осы жағын қадағала. Құп болады. Бәрін жеке өзім қадағалайын. Жауынгерлердің бәрін жина. Взводты дайында. 2 сағаттан кейін бастаймыз. Жауынгерлердің дайындығын өзім тексерем. Сондықтан бәрі тап-тұйнақтай болатын болсын. Ережеден ауытқу деген болмасын. Құп болады. Кетуге рұқсат етіңіз. Бара беріңіз. Кеше түнде қарасам, алдымнан маған қарай бір адам жүгіріп келе жатты. Тұрдым да дәл құлақ шекеден ұрып кеп қалдым. Құлады. Сөйтіп артта бір өтір екен сезе қойдым да бірде 10-та құлады. Қарасам, 10-ау алдыма маған қарай жүгіріп келе жатыр ғой. Иә. Шықтым да қорықпастан шақ еткізді. Шашып тастадым бәрін. Сөйтсем, ана жақта сержант маған қоза балақтап тұр. Ой, жан болады. Қойшы сен де. Өтірікті гүлдегісі салады екенсің. Ол жай түс қой қайсан. Қойшы. Жетер кешкедің ба? Ғалымжан, қайдашсың? Тірісің ба? Тірімін, бірақ қарным ашты. Осы саған бар ғой. Иә? Асқазанды кішірейтетін операция жасау керек сияқты. Нектен ол? Әйтпесе, сені кез келген жау 5 табақ етпен оп-оңай қолға түсіреді. Оқшығындамай. Айтасың десін. Жігіттер, ең бастысы бүгін бізді бөлімшенің командирі Талғат бір оқ атқызбай саптан шығарамаса болған. Алихан, жүз сөйлес бата.
Бағана сөйлесіп қойдық. Жарайды. Жігіттер, бір минут тынышталыңыздар. Бүгін барлығымыздың алдымызда үлкен сынақ. Алдымызда күрделі тапсырма. Мен үшін екі есе күрделі. Өйткені мен сендердің командирлеріңмін. Сендер менен айқын бағыт, нәтижелі іс күтетіндерің белгілі. Бірлік бар жерде, тірлік бар. Жеңісті мақсат етіп жігіттер жұмылған жұдырықтай аттанай. Талға, сен уайымдама. Біз сенің сеніміңді ақтау үшін бармыз. Иә, бәріміз бірге. Әрине, ол салдарға көрсетеміз әлі. Алихан, мен сенен ерекше көмек күтемін. Біз үшін орындалмайтын тапсырма жоқ. Жігіттер, алға! Полковник мырза, осы жолы Ниязды бөлімше командир еткеніңіз қателік емес пе? Ол бұл операцияны бүлдірген есіңізде. Сондықтан да тапсырманы мүмкін Байжанға тапсыруыңыз керек пе еді? Ол жағын көреміз. Бастаңдар. Сұңқар, мен орталық. Операцияны бастаңдар. Старшын мырза, бәрі дұрыс, бәрі дайын. Құтқару операциясы басталды. Естеріңізге сала кетейін. Бұл операцияның нәтижесі сіздердің тез қимылдап, батылда шұғыл шешім қабылдауларыңа байланысты. Нияз, бұйрық бере бер. Көп болады! Взвод! Бұйрығымды тыңда! Барлаудың ақпараты бойынша тұтқындалған көлік біз тұрған аймақтан солтүстік батысқа қарай 2 шақырым жерде орналасқан. Біздің мақсатымыз сол көлікке жасырын өтіп, ішіндегі лаңкестерді ұстап, тұтқындарды босату. Тапсырма түсінікті ме? Дәл солай! Шабуылдаушы топ менімен қалған 2 бөлімше аймақты қоршауға алыңдар. Орында! Қоғылай! Бөлімше, соңымнан ел. Шабуылдаушы топ, оңға! Жүре бас! Бұл оңбағандар қайда жүреді? Не болды? Тәрбиелейін деп пе едің? Айтпа. Олар белгіленген орынға емхана арқылы келеді. Ай, сарбаздар, мен әжетханаға барсам бола ма? Кешіріңіз апа, болмайды. Тым болмаса су беріңіздерші. Су бітті апа, шыдаңыз. Шөліп кеттім ғой, масқара. Болмайды дедік қой апа. Не деген масқара? 6, 7, 8, 9. Нариман, неше екен? Қаруланған 4 лаңкес, кепілдікте 9 адам. 4 әйел кісі, 2 ер адам, 3 жасөспірім. Не істейміз? Ойлану керек. Талғат, сен ойланғанша құтқаратын адам қалмай қалды. Нағыз командир шешімді тез қабылдау керек. Бекін соңы емес. Бізге дұрыстап жоспар құрып алмаса, барлығын құртып аламыз. Командирсің. Не істеу керек екендігін өзің де білмейсің. Ойың бар ма? Не ұсынасың? Жақындап барып,
басып алу керек. Сөйтейік. Содан кейін бізде негізі бұған толық ақпарат бар. Қателесесің. Ешқандай да толық ақпарат жоқ. Біз олардың шарттарын да білмейміз. Бізге келіссөз жүргізу керек, жігіттер. Қандай келіссөз? Олардың шарттары онсыз да белгілі, біздің қанымыз үшін. Соға. Тыңда бұйрықты. Алиман, Мен парламентер боласың. Парламентер боласың. Болады. Барып, олардың шарттарымен таныс. Бізге деген қандай талап қояды барлығын оқып келетін бұл. Сосын әңгімені көбірек созуға тырыс. Олардан ақпарат жина. Келген соң барлығын баяндайсың. Түсінікті ме? дәл солай. Сұрақтар бар ма? Жоқ. Аттан. Қаруларын қылмыш. Өзіңе керек емес пе? Келіссөздің соңы қалай боларын кім білсін? Қаруын тартып алсашы. Сақтықта қорлық жоқ. Дұрыс екен. Іске сәт. Орында. Қайсар. Мен. Мә, ие бол. Болады. Жігіттер, бізге асықпау керек. Дәл солай. Мына сайын қайда кетіп барады? Мүмкін келіссөз жүргізуге кеткен болар. Келіссөз. Нияз не ойластырып жүр? Саламатсыздар ма, мырзалар? Маған көруге бола ма? Өтінем. Рахмет, старшина мырза. Бұл тағы қандай әзіл? Тоқта! Жақындама! Айнал! Қозғалма бұл. Жігіттер, әңгімелесейік. Мен келіссөз жүргізуге келдім. Біз келіссөз жүргізбейміз. Бізге қояр талаптарыңыз болса айтыңыздар. Біздің талабымыз сендердің 4 адамдарыңа 3 тұтқында алсамыз. Ай, сарбаз мырзалар, тезірек болмай ма? Біздің суымыз бітті, ауысып қалды. Өте ыстық. Бізден кім керек екенін нақты айтасыздар ма, жоқ? Кез келгенін ала бересіздер ме? Жоқ. Бізге Байжан, Жанболат, Қайсар және командирлерің Нияз Талғат керек. Тұтқындардың жағдайы қалай? Оларға дәрігерлік көмек керек жоқ па? Олар өздерін жақсы сезініп отыр. Бол, кет бұл жерден. Өздерің айт. 15 минуттан кейін алмасу болмаса, минут сайын бір тұтқыннан өлтіреміз. Түсінікті. Жүгір! Жігіттер, Нариман келе жатыр. Кірсің ба? Не жаңалық? 15 минуттың ішінде 3 тұтқынның орнына Байжан, Қайсар, Жанболат, одан бөлімше командир Нияз беру талап етіп жатыр. Олай болмаған жағдайда тұтқындарды әр минут сайын өлтіріп. Дәл солай. Бөлімше! Суы бар, ыдыстарды бір қапқа салып жинаңдар. Болады. Суға бастаймыз. Тоғат, жігіттердің суында нең бар? Беріле солайын деп педің? Бәрі бітті. Айттым ғой, бітті. Жоқ, Алихан, еш нәрсе де біткен жоқ. Менде көз жоспары бар. Нариман,
алдында шахмат ойын. Есіңде ме? Солай болады қазір. Тез, жігіттер, қимылдаңдар. О, жігіттер, келе жатыр. Не алып келе жатыр? Су бар құты. Ай, ақымақтар. Қара, қолынан түк келмеген екен бар, өздері келе жатыр берілуге. Қорқақтар аяқтары дірілдеп дұрыста берілмейді. Су бар мүмкін. Бол! Жігіттер, белгі берілді. Бастаймыз. Ер соңынан. Көріп тұрғандарыңдай, біз қарусызбыз. Бізде өздерің айтқан 4 адам және су бар. Іштегілерді осылардың орнына барлығын тұтқындарды босатасыңдар. Көп сұрайды өз. Автобусқа кіріңдер. Сосын келіскенде 3 тұтқын жібереміз. Олай болмайды, жігіттер. Өздерің айтқандай біз 4-іміз келдік. Және мына суды барлық тұтқындардың орнына келдік. Бұл біздің соңғы шарт. Сен бізге бұйрық берме, сарбаз. Су ішкілерің келмесе, өздерің біліңдер, жігіттер. Шөлде өлетін бұл. Тоқта! Екі бала бізде қалған. Оларды сендердің қалғандарыңа айырбастаймыз. Жақсы келістік, адамдарды шығар. Жүгір. Бір-бірден шығыңдар. Тұр орныңда. Ой, құтылдық па әйтеуір. Апа, Ең болмаса әжеге су берейік те. Ақырын. Бол. Рахмет. Не тұрсыңдар, бері, кір. Бір-бірден, қол. Бір-бірден, кір. Бол. Tamam sarbazlar, stalınlar bu. Stalınlar bu çocuklar. Su kaydı. Su kaydı. Bol. Bol dedim bu ya, niye? Bol. құттықтайын подполковник мырза. Нияз тапсырманы керемет орындап шықты. Капитан, сен айтқандай Нияз тапсырманы бүлдірген жоқ. Керісінше асқан шеберлікпен орындап шықты. Дәл солай, подполковник мырза.